Ассалаумағалейкум. Экран алдындағы барлық құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымызда зерделі зерттелермен жанкешті жазушы Орхон дәуірінің ойшылы болған әншілердің пірісі болғанмен әртеу адамдардың тірісі болып жүрген ақын, сазгер, биші, күйші, төгші, допшы деп айтуға мүлдем келмейтін адам. Аққой мен қызыл қойды бағып, кереметтей ауқаттанған ағамыз бүгінгі күнде сиыр сауып баю жолына түскен. Сол ағамызбен бірге сұхбаттап алайық. Ассалаумағалейкум. Ой, міне тыныс ағамыз. Уағалейкум ассалам. Денсаулығыңыз жақсы ма аға? Ой, мұны деншіден көріп жүретін акимасың ғой. Иә. Ой, жақсы. Жақсы ба аға? Мынау аққой мен қызыл қойды бағып сіз мына көп адамдарға үлгі көрсеттіңіз. Иә. Бүгінгі күнде мына енді қойды қойып мына сиыр сау деген сіздің сұхбат арнайы кеп қалдық. Сүтін ба? Сүтін. Иә, сиырдың сүті жақсы шығып. Сиырларыңыз 2 кілден сүт бере ме? Беріп жүр ғой. Беріп жүр. Беріп жүр. Ал енді аға бұл сиырларыңыз 2 кілі 200 граммнан сүт бере ме? Беріп. Ой, Беріп. Бұл сиырларыңызды сүтін 2 кілі 400 граммнан бергізуге бола ма? Болады, болдырам. Міне қандай керек. Болады. Ағамыздың бағуы жақсы болды. Кім? Тартады ма? Тартады сіз сұхбат. Деншіге? Орталықтан беремін. Тартпайсың ба, е? Жарайды аға. Болады. Ал енді аға, бұл сиырларыңыздың сүтін 2 кілі 600 граммға шығаруға бола ма? 2 кілі 600 граммға? Иә. Болады. Ай, шығарамыз. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрсыздар, ағамыздың осы сиыр жақсы бағуының арқасында сүттер шығып жатыр. Ал енді аға, бұл сиырларыңыздың сүтін 3 кіліге шығаруға бола ма? Болмайды. Болды емес пе? 2 кілі, 4 кілі, 400 грамм, 200 грамм өсірдік қой. 3 кілі болса бірақ су болып кетпей ма? Суды қоса берсем сүттің дәмі қалмай, аппақ су болып кетеді. Болмай ма? Қайтып болады, су қосып тұрсаң. 2 кілі дедің, 200 грамм, 300 грамм, 500 грамм деп. Азғана қосатын нәрсе ол. Су қосып. Оян қош ба, кетші ба? Адам жұмысы бар. Неме? Тартпа, болды, өшірі. Абылай, басты ауытыма үшін 2 кілі, 5 кілді. Адам дегенде су қосатын нәрсе емес болды.